Қыздар, бүгінгі видео сабақта дәл осындай әдемі көйлекті үйренетін боламыз. Арт жағында белінде осындай кокетка болады, белінде белдігі болады, жеңінде алдында узорлары мен етегі осындай пышный болып тұратын көйлекті бүгінгі видеода тігіп үйренетін боламыз. Міне қараңыздар, біз қазір көйлектің лекаласын полностью құрастырып дайындап қойдық. Қалай құрастыру керек видеосын астында көрсетілген видеоға қарап жасайсыздар. Ең бастысы, мынау бірінші беттегі тұрған 5-5 тор көзі дұрыс болуы қажет. Мынау бізде үлгі. Осыны дәл осындай етіп құрап алдық. Енді мына көйлектен мына лен матасынан пішетін боламыз. Бізде қараңыздар, бұл жерде енді деталі көбірек кішкене түсіндіріп кетейін. Мынау жең, мынау тұрған жеңнің астына тігілетін өзінің сырма тігеміз ғой, сырманың астына тігілетін деталі. Мынау алдыңғы бөлік, алдыңғы бөліктің бүйір бөлігі, мынау алдыңғы бөліктің мына жеріне астыңғы жағына тігілетін сырма тігілгенде жасалынатын әдібі. Дәл сондай артқы бөлік бар. Мынау бізде артқы бөлік бүктеме болып пішіледі. Артқы бөліктің мына жерде әдібі тұр. Мынау екі етекпенен жоғарғы бөлікті қосатын, как белдікше есебінде тігу барысында еще түсіндіретін боламын. Мынау артқы бөліктің етек жағы, ал мынау алдыңғы бөліктің етек жағы. Осының астына сборка жасалынады. Мұнда алдыңғы бөлікке, мұнда артқы бөлікке сборка жасалынатын бөлігі. Енді одан кейін бізде мынандай бір деталь бар. Кішкентай ғана, ол ең астындағы сборкаға пайдаланылады. Бұл детальді қалай пайдаланамыз, матадан пішу барысында көрсететін боламын. Жалпы лекалалар осындай. Енді каждый лекаланың мынандай жиегін айналдыра шеткі сызықтарымен полностью қырып шығатын боламыз. Қазір бізде мына жерде 3 метрден аса мата бар. Біз қазір пішкелі жатырмыз. Мынандай кішкентай ғана кусок, мына жерде оқысаңыздар, ені 1,5 метрден 3-ке деп жазған, Мына ені мынау 1,5 метр болатын болса, 2 бүктедік матаны, 1, 2, 3 есе пішіп аламыз деген сөз, яғни 4,5 метр болады ені. Ұзындығы 40 сантиметрге тең болады. Мына осылай ең астындағы объемный болып тұратын деталі осы. Бірақ лекалада осындай өлшеуге былай өлшейсіздер, сызып аласыздар. Сосын былай өлшейсіздер, сызып аласыздар, сосын араларын қоса саласыздар. Міне осылай сызып, былай түзу етіп қоса саласыздар. Сондай 3 деталь пішетін боламыз. Бұл ең астындағы етегі. Қазір мына жерге барлығын пішіп қойдық. Қалған бөліктерін одан кейін пішетін боламыз. Бізде қыздар, қараңыздар, мына жерде алдыңғы бөліктің астына сборка жиналатын деталі, мына жерде мынау бір жан бөлігі да. Соны былай қойдық. Егер маталарыңыз однотонный болса, мына бағытына, кромкасына параллельно етіп, мына жерде мата экономия үшін осылай қоюға болады. Ал егер гүлдерінің бәрі бір бағыттас болатын болса, екінші арт жаққа тігілетін деталь тоже арт жақта осылай болып тұрады. Арты мына жері үшкір болып тұрады. Сол детальді былайынан қоямыз. Ал егер матамыз однотонный кез келген бағытта піше беруге болатын болса, мата экономияда осылай қойып пішсеңіздер болады. Біз қазір осылай пішеміз. Мына жері тұтас болады. Мынаны айналдыра бір бөлек, мынаны айналдыра бір бөлек пішетін боламыз. Біреуі арты, біреуі алдыңғы бөлігі. Етектің қазір мына жақ бетіне бізде жеңнің деталі сыйған жоқ, соның астыңғы жағына жеңді пішіп жатырмыз. Мына жағынан біз қазір алдыңғы бөліктің кусоктарын пішетін боламыз, мына жақтан артқы бөлікті и мына белдікті пішетін боламыз. Міне мына жақта жоғарғы жақтағы бөліктен мына жерге алдыңғы бөліктің сыртқы бөлігі и мына жерге астарды пішкеліп жатырмыз. Немесе мынаны қоятын шығармыз. Мына жердегі матада эконом болып кету үшін былай қарай. Тура мынаның ішкі жақ бетіне тігілетін әдібін былай қарай. Немесе осылай қойып пішсек болады. Мына жақтағы детальға уже бұлар қойып алып кете береміз. Бізде қазір мына деталь тұр. Бұл біздің пол белімізде былай арт жағында тұрады, ал мынау алдыңғы жағында былай түседі. Сборка осының астына түседі. Сол детальді қазір мына жерге былай бір-біріне қарама-қарсы бағытта қойып пішкеліп жатырмыз. И мына жерде зип деп жазып қойдым. 1 сантиметр тігіске қосам, өйткені замоктың астыңғы жағы болады. Бұл ашылмаса, жанына замок салуға тура келіп қалады. Сол себепті осылай 1 сантиметр тігіске алдына қосып жатырмын. Енді осыны айналдыра екеуіне пішіп аламыз. Ал мына жақтан уже артқы бөлікті былай тұтас, ортасын тұтас етіп пішеміз. Қыздар, біз қазір көйлектің лекаласын полный матадан пішіп болдық. Бізде мынау алдыңғы бөлік деталі. Именно алдыңғы бөліктің астыңғы жағына астары бар. Оған дублерин жасадық. Дублеринді бірақ біз мынау әдіпке емес, негізгі матаға жабыстыратын боламыз. Былай, өйткені мына жерге сырт тігеміз. Сол үшін дублеринді мынаусына емес, мынаған жабыстырамыз. Екеуіне жабыстырсақ, біздің дублерин қалың екен. Қалың болып кететін болғасын жабыстырмаймыз. Артқы мойын ойынсына тоже мынандай кестік, бірақ бұны мынаған емес, мынау негізгі матаға жабыстыратын боламыз. Тоже мына негізгі матаға сырт тігетін боламыз. Мына жердегі үшбұрышты былай кесіп қазір алып тастаймыз, бірақ матада кеспейміз. Матаға осы вытечка түсіретін орынды ғана сызамыз. Артқы ортасы бүктеме, бізде замок алдына түседі мына жерге. Екеуінің ортасына етекпен мынандай как белдікше сияқты қосылады. Оның үстіне де сырт тігетін болғасын, бұған дублерин жасаймыз. Артқы жақта кішкене былай төмен жағы түсіп тұрады. Мынау алдыңғы жағы
осы ортаға дейін бізде замок келеді. И алдыңғы жақтың етегі мына жер бір дана теке, ортасы тұтас болған, мына жерге бүйтіп бүріп тігетін боламыз. Артқы жақта да мына жерді нараға осылайынан бүріп тігетін боламыз. Одан кейін бізде мынандай кеше пішу барысында көрсеткен 3 деталіміз 4,5 метрге ені тең, ал ұзындығы 40 сантиметрге тең. Осындай үшеуін кесіп алдық матадан міне. И жеңді пішіп жатқан кезде мынау астындағы әдібін осы жерге сразу қойып қатарынан пішіп кетсеңіздер оңай болады. Қазір бұғанда біз мынандай дублерін пішіп қойдық. Қосымша оны да мынау манжеттің әдібіне емес негізгі матаға жасайтын боламыз. Себебі біз қазір негізгі матада бірінші сырт тігу жұмыстарын жасайтын боламыз. Жалпы детальдары осы. Енді осы лекаланы қазір видео сабақта ары қарай бірге тігетін боламыз. Ал лекаласы қажет болса, бір размерін 1000 теңгеге ала аласыз. Барлық 42-ден 56 размерге дейінгі толық размеріне рясты 3000 теңгеге ала аласыз. Лекаланы сатып алу үшін мына жердегі нөмірге жазыңыз. Ең бірінші біз дублериндарды жабыстырып аламыз. Алдыңғы жағына негізгі матаға осылай дублеринін жабыстырып алдық. Қазір бұл жерге сырып тігетін боламыз. Ең бірінші мынау жоғарғы жақ мойын ойынсын қосып алмастан бұрын бірінші мынау жағын біріктіріп тігіп алайын деп жатырмыз. Мынаны осылай қоямыз. Астыңғы жағынан бастап инемен қыстырып жоғарыға дейін айналдыра инемен қыстырып шығамыз. Міне қазір мынандай бір тегіс болып шығу үшін осылай астыңғы жағынан бастап инемен қыстырып аламыз да, мына жерден бастап мына жақтан либо мына жақтан 1 сантиметр аралықтан былай тігіп, сосын оверлок жасап шығамыз. Мына жақ бетіне де дәл солай. Міне қараңыздар, артқы жақтағы вытечканы тігіп қойдық, осылай жақсылап үтіктеп алдық. Мынаны да осылай жақсылап үтіктеп алдық алдыңғы бөлікті. Енді осылай қойып иық тігістерін тігіп аламыз. Мына жерді тігіп аламыз. Арт жағында неміз бар, дублерин, и алдында дублерин жабысқан. Мына иықты 1 сантиметр ара қашықтықта тігіп аламыз. Мына жерде бізде қазір жеңді міндетті түрде бағыттарын қараймыз. Мысалы, мынау қазір екі беті бірдей мата болып тұр ғой, біз белгі қойып қойдық. Мына жаққа да сондай белгі қойып қойдық. Екеуінің жаңағы алды арты бірдей болып қалмау керек та. Ойынқырақ болып тұрған жағы, мысалға мынада ойынқырақ болып тұрған жағы алды, ал үлкендеу болып тұрған жағы арты. Осының астыңғы жағына былай дублерин жабыстырып тастадық. Қазір сырып тігетін жер. Ал енді сырып тігетін детальді белгілеместен бұрын мына жаққа астына тігілетін осындай әдібін тігіп аламыз. Былай осысына қоямыз. Иіліп тұрған жағын астыңғы жағына қалдырамыз да, мына жерді 1 сантиметр арқашықтан тігіп аламыз. Дәл мынаны екінші жақ бетіне дәл солай қойып тоже тігіп аламыз. Қазір біз жеңге мынандай узор түсіреміз. Астыңғы жағына былай түспеу керек. Сол үшін біз мынаны тігіп алдық. Бұл жерде несі жоқ, дублерин жоқ. Мына жағына сырып тігетін жаққа дублерин жасадық. И үтіктеген кезде осылай тігісін ішкі жақ бетке кішкене қалатындай етіп қайырып үтіктеп алдық. Енді бізде мына жерде сызығымыз белгілі болды. Бізде сіздерге мынандай кішкентай ғана осындай үлгі пробный беріледі. Осы үлгі пробныйға қарап сызамыз мына жерге. Міне біз қазір пробныйға мынандай узор сызып көрдік. Просто әшейін сырып тігіп, осындай қылып тіксеңіздер де болады, Біз мынандай үлгі істеп көрдік. Осыған мынандай үлгісін береміз. Енді мынау қайырып тұрған жаққа жиегі деп жазып қойдым мына жерге. Осы жиегін сәйкестендіреміз да, мына жақ бетіне белгілерін қойып шығамыз. Соңғы тігілетін сызықтары. Мына жерге де белгі қойып алып, сол бойынша сызсаңыздар тоже болады. И мынаның шетінен бастап қалай? Бізде үтікке өшіп кететін ручка. Бормен тоже сызып көрдік. Борда бастасаңыздар, пока сызып бітем дегенше, сырып тігем дегенше соңы өшіп қалады. Сол себепті осындай ручкамен сырсаңыздар оңайырақ болады. Осы ручканың үстімен кете бересіздер. Міне оюды осылай кесіп салып, қолының ортасын екі шетін ғана ашып қалдырдық та. Сол кезде былай мынаны жабамыз да, келесісін аша саламыз. Былай қарай. Сонда оюды бастыруымыз оңай болады екен. Осылайнан бастырамыз. И мынаны қайтадан түсіреміз да, мына жағын ашамыз. Сөйтіп, мына жердегі оюды алып келеміз. Мына жерді түсіріп, бұл араны мына жерге дейін жеткізіп аламыз. Енді мына оюды ашамыз қайтадан. Осылай сырып тіге береміз, сызып шығамыз. Сонда оңай болады екен. Мына бұрышқа келдік мына жер. Енді мына жерде мына басы тура осыған жалғасады. Сол себепті мына аралықты осылай қалдырамыз. Кішкене дөңгелек шығатындай етіп, шетін мына жерге келтіріп, ары қарай жалғастырып сызып кетеміз тағы да. Так. Мына жерді осылай жаңаға мен қалай көрсеттім, солай ары қарай жалғастырамыз. Кішкене көрсетіп жіберейін. Бізде мына жеріміз қосылмай қалды. Осы аралықты просто бүйтіп қосып жібереміз. Мына жерде де, мына жердің сызықтары бар, оны қазір қайтадан сызатын боламыз. Ал енді сырып тігу үшін мына жерге 0,5, мына бірінші тұрған жиекті мына жерге түсіріп аламыз. Бірінші қатар, сосын екінші қатар арасын осылай үзіп қояйын. Мынаның алдында тоже мына жерде бір тігіс бар тағы. Сырып тігіп атқан кезде соңғы тігісті мына жерде тікпейміз біз. Сөк тастадық қазір. Оны мына жаққа оверлок салып, былай қайырып тұрып, мынадан ең соңынан былай бастырып тіге салатын боламыз оны.
сол үшін ол қалады. Енді былай сырып тіккен жерлер, түзу сызған жерлерді осылай линейкамен қосамыз. Мына. Енді машинада сырып тігетін боламыз. Мына соңына дейін осылайынан сызып аламыз. Қыздар, міне қараңыздар, оюды тіккен кезде мынаны кішкене босатып қойдық, чтобы тартып тұрмас үшін тігістерді. Именно каждый тіккен кезде осылай айналдыра отырып бастырып тігеміз. Ешқандай особый жіп емес, кәдімгі идеал жіппен тігіп жатырмыз. Соңына дейін осылай айналдырып бастырып тігіп шығамыз. Қыздар, міне қараңыздар, мына жердегі ортаны осылай сырып тігіп алдық. Мына шетінде осылай сырып тігіп алдық. Енді қазір екінші жағының біреуін де осылай ашып сырып тігеміз. Мынаны кішкене қатырамыз, уже мынаны сырып тігетін кезде қатырамыз, чтобы ұстап тұру үшін да. Мынау енді тартып қалмас үшін босаттық. Қазір мынаған оверлок тігіп, сосын ең соңғы тігісті тігетін боламыз. Қыздар, міне қараңыздар, қазір мынаны оюды тігіп алғаннан кейін мына жерді түзу тігіспен қостық. Мынаны до конца соңына дейін мына жағын оверлок жасап алдық, мұнда да оверлок жасап алдық. Енді арғы бетіне аударайық. Мынаны былай бүйтіп мына жерді қайырамыз, тігісін. Мына жақты да осылай қайырамыз. Біз уже бағана үтіктеп қойған болатынбыз. Енді біздің мынау ең соңғы тігілетін тігісіміз қалды. Осы жерді осымен айналдыра былай бастырып тігіп тастаймыз мынамен қоса. Сонда астқы жағына қараған кезде әшейін бір тігіс болып тұрады, сыртында мындай әдемі узормен болып тұрады. Осылай жеңімізді аяқтаймыз. Мына ішкі жағы былай, сыртқы жағы былай болып тұрады. Бізде қазір мынаның алдына замок тігетін болғандықтан пока что әдіпті жасаған жоқпыз. Өйткені астыңғы жағы қосылу керек деген сияқты да сырып тігетін жұмысын бірінші істеп алайын деп жатырмыз. Бірінші 1 см ара қашықтықта осылай айналдыра, мойын-ойынсына түгел бүйтіп айналдыра сызып шықтық. Бұл қазір әдіппен тігілетін орын. Одан кейін 0,5 см былай тағы сызық түсіріп шығамыз. Немесе мына жерде жиегі дегенді осы жерге былай қойып бір сызық түсіріп шығамыз. Сосын осыған мына жақ бетіне тағы сызық түсіріп шығамыз да ортасына сызамыз. Енді қараңыздар, мына жерде мына сызып қойдым. Мына жерде тура осы 0,5 сызған аралығымызға былай қойып оюды бастырып сызып алдым. Жеңдегі секілді ары қарай мына жақты да жалғастырып кетеміз. Мынау бірінші тігілетін, потом мына жерге екінші тігілетін орынды былай қалдырамыз. Мына жағында істедік. Бұл жерге тағы былай сызық қалдырып кетеміз тігіске. Енді мынандай қиылысатын орындарды қалай істейміз? Мына жерге алып келдік, например, иә? Мына жерге дейік, былай. Мынау келеді ме? Мынау осы келеді ғой, иә? Мына жерге дейін алып келдік, тіке болып келді, былай қарай уже майысу керек. Тура мына жерді ұстап тұрамын да, мынаны былай майыстырам. Сөйтем да мына жердегі ойын ары қарай сызам. И мына жерде осылай бір келіспей дұрыс емес шығып қалған жерді просто формасын беріп келістіріп жібереміз. Мына жақта да қазір артқы жағын сызған кезде де енді мынаны ары қарай былай жалғастырып кетеміз. Мына жерге келгенде бірінші мына аяғын түсу сызып аламыз. Жиегіне тігісінің формасын келтіріп мына жерді, сосын мына жерді қолмен жалғастырып жібереміз. Мына екі ортаны кішкене. Мына жерде артқы жағына полностью былай оюларды сызып қойдық. Мына бір жағы түгел сызылатын сызығын бәрі тұр. Мына жерді қалай келістіреміз? Жалпы мына жер тіке алып келдік та, мына жеріміз бос тұр. Осы жерді енді қалай келістіреміз? Мынаны қазір былай бүйтіп сызып алып келсек, вроде нормально болатын сияқты. Давайте өстіп сыза саламыз. Осы бұрыштарын осылай өзіңізге мыналардікі секілді форма беріп сыза саласыз. Мынау ұнамай тұрса, чуть давай түсіре салайық. Мына жері қатты ашылып кетті десе, бүйтіп қоса саламыз. Амнан кейін үтіктесеңіздер өшіп кетеді. Енді мына жерді былай қостық қой, тура осы сызықты былай қарай до конца алып кете саламыз. Мына астындағы, ең астындағы сызықты мына жерге былай алып келіп қосамыз. Ішкісін осылай әкеліп қосамыз. Все, мына жерде қалып кеткен бұрыштарды бүйтіп келтіріп жібереміз. Болды, енді осыны да жеңді тіккен секілді етіп айналдыра сырып тігіп шығамыз бірінші полностью. Мына жерге замок тігілетін орынды келтіріп қойдым. Мына астынан бастап, тура астын теңестіріп, біздің замогымыз қай жерде тігіледі, сол замок тігілетін орынды екі жағына да белгілеп қойдым. Кейін біз ана астарды тігіп, замокты алып келіп біріктіріп жатқан кезде осы жеріміз сәйкес келуі қажет та, былай қарай. Вот өстіп мынараға тоже соны белгілеп кеттім. Сол жерден бастап былай қарай үш бұрыш, мынадан бастап былай қарай үш бұрышты алып кеттік.
біз қазір мына жерде оюды тігіп алдық. Мына жердегі ішкі сызық мынау ішіне қарай қайырылатын сызығына тиіскен жоқпыз. Мына сызық пен мына сызықты әлі тіккен жоқпыз. Қазір оны замокты тігіп болғаннан кейін, әдібін салып болғаннан кейін бірақ жасайын деп тұр. Енді екі шетіндегі тігісті қосуымыз қажет. Ол үшін былай аударамыз да, екі жағын 1 см ара қашықтықта мына жерді тігіп, мына жақты тігіп, былайынан оверлок салып аламыз. Біз қазір мына жан тігістерін тігіп алдық, оверлок салып алдық. Енді астына мына жерге тігілетін белдікшемізді тігіп алуымыз қажет. Мына жердегі белдікшені мына жаққа қарай түзу 1 см ара қашықтықта тігіп, оверлок жасап, былай қарай аударып аламыз. Сосын барып мына сызығын сызатын боламыз. Біз қазір белдігін тікпес бұрын алдын теңестіріп алайын деп жатырмыз. Өйткені замок түседі ғой. Біздің аяқталынатын орын екеуі так бірдей болу керек. Мен айқастырып сызып болған жоқпын ба, бір қарайын. Міне кішкене ауытқу болып тұр. Қазір бормен осы жерге келу керек. Міне сызып қойдым. Замок енді астыңғы жағын алып келеміз. Созбай, ештеңке қылмай. Бізде мына жер артық болып тұр. Я осы жерді теңестіріп, қайшымен қырқып жібереміз. Мынау астыңғы жағында да мына жерлері келмей тұрған жері болса, оны да теңестіріп кесіп кетеміз сразу. Осы кезде бір киіп көресіздер. Осы кезде бір киіп көреміз. Өйткені бізде қазір киген кезде мына белі кең болып қалуымыз мүмкін да белімізге. Ол кезде мына жерден қысқартып, выточканы үлкейтіп, жанын тоже кішірейтіп, солай қысқартуға болады. Белін притальный жасау үшін. Қазір стандарт размермен жасалынып тұр. Енді мынаны болды, осыған айналдыра қосып тіге береміз. Сол кезде бірдей болып шығады. Қазір замок тіккенде қиналмаймыз. Міне қыздар, бізде қазір белін мына жағын тігіп үтіктеп алдық. Енді осы жерге оюды түсіруіміз қажет. Жиегі дегенді тоже мынау жоғарғы жағына қалдырамыз да. Біз қазір тек мынау ортасындағы сызықты ғана алып шығамыз. Қосымша артық сызық сызбайтын боламыз. Тура мынау шетінен бастап, қалай тұр, осы жерден бастап уже жиегін былай алып кете береміз. Мына шеті енді замокқа кетеді ғой. Осылай ручкамен сызып. Мына сызықты тура осының жиегіне қоя отырып, бірінші ортадағының бәрін сызып аламыз. Айналдыра. Қазір осындай сызып аламыз. Мына шетіне бір сызық түсіреміз, и мына жерге бір сызық түсіреміз. Артық сызық түсірмейміз. Мына жағы уже бізде неге кетеді? Астына қосылып тігілуге кетеді. Содан кейін барып қалған сызықтар түсетін болса жасаймыз, түспейтін болса онда жасамаймыз. Әзірге тек мына ортадағы сызықты ғана жүргізіп аламыз. Мына жерде астындағы белдікке полностью осылай оюын сызып алдық. Мына орталарды әр мына оюдың біткен жерлеріндегі орталар ғой. Мына былай бастағандағы орталарды қазір осыларды ручкамен қосып сызамыз. Сосын тек мына шетін тікпейміз. Әзір тек ортасын осылай айналдыра бірінші тігіп аламыз. Астын қосқасын барып мына тігістерді тігетін боламыз. Біз қазір мына жерді әдіптің екі шетін қосатын боламыз. Бізде мына жерге матаға плюсындай қосып жалғадық. Сіздерде лекалада сразу мынаны пішкен кезде ұзын мына жерге жететіндей етіп жасап беретін боламын. Қазір біз мына жерге әдіп тігеміз. Тікпестен бұрын бірінші мына иық тігістерін қосып аламыз. Мынандай етіп. Бізде қазір мынау жоғарғы жағы тұр. Жоғарғы жақта мына жерді қосып аламыз және мына жерді тігіспен қосып аламыз да не саламыз? Оверлок салып дайындап қоямыз. Қазір жоғарғы жағымен қосып, мына ортасына замокты тігетін боламыз. Және осыны істеп жатқан кезде осының астыңғы жағына тігілетін мына етекке мына жанын түзу тігіспен қосамыз. Мына жанын түзу тігіспен қосып, оверлок салып алып, айналдыра түзу тігіс түсіріп аламыз. Қазір мына жерге сборка жасау үшін. Мына жерде біз етегін мынаған тігеміз ғой. Осы айналаны осылай бір-біріне сәйкес келетін етіп сборка жасап қойдық. Бізде қазір мына асты тегіс болады. Осы тегіске біздің мына детальді қосуымыз қажет. Бөліп пішіп алған. Енді осының шеттерін бір-біріне қосып шығамыз. Мына отырған біреуіне мына жақтан біреуін алып келіп қосамыз. Мына жағын. Сосын оверлоктарды тастаймыз. Одан кейін мынаған тағы мынаны қосамыз. Екінші жағын арғы мына жақ бетіне қосып, оверлок жасап, сосын айналдыра тура мынандай сборка жасауға түзу бір тігіс түсіріп аламыз. Қазір мына жерде осылай тігіп алғаннан кейін, мынау етек бөлігімізді осы жерге әкеліп тігіп аламыз. Мына шеті, 1 см ара қашықтықтан осылай полный тігіп шығамыз. Мына жақты істеп алдық. Мына астыңғы жағы. Қазір мына жерге енді біз замокты тігетін боламыз. Замогымыздың ұшына дейін келу қажет. Жауып, тур мына жоғарғы жақта өзіміз белгілегенбіз. Мына орталар теңестіріп көреміз. Келіп тұрма, мына астыңғы жағы, осыдан жоғарғы жағы белгілеген жағымыз.
мына сызықтарымыз бірдей болу қажет. Енді осы жоғарғы сызықты мынаның ұшының үстіңгі жағына немесе астыңғы жағына келтірсеңіздер болады. Біз осыны ішке қарай осылай кішкене көтеріп кіргізгелі тұрмыз. Соңына дейін енді инемен қыстырып аламыз. Мына жерді мына келтірдік. Тура мынау біздің соңғы белгілеген сызығымыз болатын. Ұшын соған келтірдік. Енді астындағы тігілетін сызықты мына сызыққа келтіреміз. Соған сызыққа турлап отырып инемен қыстырып шығамыз. Соңына дейін осылай инемен қыстырып аламыз. Қазір біз мына жерге енді бірінші әдіпті тікпестен бұрын замогын тігіп алғалы жатырмыз. Тура мынау бұрышының қайырылатын жерін осы жерге келтіріп, бір жақ бетіне инемен қыстырып аламыз. Сосын екінші жақ бетіне инемен қыстырып, мына жердегі тігістерді сәйкестендіреміз. Бірінші замогын осылай инемен қыстырып шығамыз. Осы кезде өздеріңіз мына замокты ашып тастап істесеңіздер де болады, чтобы оңай болу үшін ше. Мына жерде мынау біз қойған белгіге мынаны төменге түсіріп, немесе былай жоғары жағына қойып істесеңіздер де болады. Біздің мынау тігіс түсетін орнымыз көрініп тұр. Осы тігіс түсетін орынға сәйкестендіріп алып кетеміз. Сызып қойған сызық бойымен осылай төмен қарай түсіреміз. Мына астына дейін осылай инемен қыстырып шығамыз. Міне мына жағын бірінші инемен қыстырып алдық. Енді екінші жағын инемен қыстыруымыз қажет. Тура осыны осылай жауып істесек болады, немесе біз бағанағы белгілеп қойған сызығымыздан төменге қарай екіншісін алып кетсек тоже болады. Инелерге мешать етті. Так, жабылған кезде, былай жабылған кезде мына жағы түсу қажет. Бізде мына жердің астыңғы жағы осылай тұрған болатын. Мына жердегі сызыққа, тігілетін сызығымызға сәйкестендіріп инемен қыстырып шығамыз. Астына қарай соңына дейін осылай қыстырып аламыз. Сосын арнайы потайной лапка болады, замок тігетін, сол лапкамен тігіп шығамыз. Бізде қазір мына әдіптің иық жағын қосып қойдық. Мынаны мына артқа алып келіп 1 см ара қашықтықтан тігетін боламыз мына жерді. Сосын мына замокты былай қарай алып келеміз да, именно мынау қайырылып тұрған шеті бар ғой, пластмассалап тұрған, солдан бастап былай қарай өтіп кетеміз. Ол үшін мына жерге қойып аламыз. Сосын мынаны соңына дейін тоже осылай тіке алып кетіп тігеміз. Бізде мынау әдіпті тек беліне дейін ғана жасаған болатынбыз. Осыны сіздерге мынау соңына ұзындығына дейін жасап береміз былай. Біз қазір специально ұзын қылып жасадық та, астың жағына дейін жету үшін. Енді осыны осылай айналдыра тігіп шығамыз. Бізде мына қараңыздар, былай тұрған кезде, мына осылай тұрған кезде мына артқы жағы болады. Ойыңқырақ болып тұрған жақ, жоғары болған алдыңғы жағы болады. Тура ортасын белгілеп алдық. Дәл сол секілді алдының да ортасын белгілеп алдық. Мынау бізде екі шеті. Енді астына, ең астына тігілетін мынау 3 етектен құралған, етектегі баланды мынау тігістерін, сборкаларын бір-біріне сәйкестендіреміз. Тура мынау бірдей болып тұрған шетті алдына келтіреміз да, ал мына жақта тағы бір тігіс бар ғой, үшінші. Ол тігісті артқы жақтың ортасына келтіретін боламыз. Артқы жақтың ортасы деп отырғанымыз мына жер. Артқы жақтың ортасына, сонда ортаға осындай тігіс келеді. Осы жерге инемен қыстырып аламыз. Міне, мына жерді инемен қыстырып аламыз. Енді мына жақтағы жаңа тура ортасын алдына келтіреміз. Так. Мына детальді мына ішіне салып жіберейік сборканың, чтобы бізге ыңғайлы болу үшін. Енді мынаны былай ортасына алып барып аламыз. Тура ортасын алдыңғы жақтың ортасына алып келеміз енді. Оны да сызып қойған болатынбыз қазір. Мына жерде ортасына мынаны алып келеміз. Енді қалған мына шеттерінің бәрін бір-біріне сәйкестендіріп инемен қыстырып шығамыз. Мына аралықты айналдыра, сосын мына жақ бетін инемен қыстырып алып тігетін боламыз. Мынаны былай. Міне ең астындағы етекті осылай айналдыра инемен қыстырып қойдық. Енді осыны өстіп бастырып тігеміз. Тігіп атқан кезде мыналарға внимательно қараймыз, чтобы астыңғы жағына қарай бүйтіп қалып кетпес үшін осы жақ бетінен бастырып тіксеңіздер болады. Немесе былай үстіңгі жағынан қойып отырып, астын қарап, қадағалап отырып тігеміз. Мына әдіпті тіккеннен кейін осылай мойын тұсына замоктан кейін жоғарғы жағының барлығын осылай қайшымен кесіп шығамыз, оң бетіне аудармай тұрып, сосын мына жиегіне полный оберок салып аламыз. Мына қазір бізде замокты тігіп болғаннан кейін осылай оң бетіне аударып үтіктедік, астын полный оберок салып алдық. Қазір мына иықтарды мына жерін бастырып тігіп тастаймыз бірінші.
мына жерді. Сосын кейін қосымша сәндік тігістерді тігеміз. Мына жерде бізде мынандай сыртынан түсетін тігіс бар тұғын. Осы әдіпті қоса отырып жеңді тіккен секілді мынаны айналдыра шетінен мына жерге дейін тігіп шығамыз. Мына жақ бетінен тағы бір тігіс түсіреміз. Етекке мына жерге бір тігіс, мына жерге бір тігіс түсіретін боламыз астыңғы жағына. Енді жеңді қосамыз одан кейін. Жеңді тігу үшін иықтың үстіңгі жағына осылай бір тігіс түсіріп аламыз. Сосын оны жаймендеп осылай сборка жасап жеңге қондыратын боламыз. Бізде мынау жеңнің үстіңгі жағына осылай сборка жасағасын астыңғы жағын ұстаймыз да жеңнің астыңғы жағына келтіреміз. Алдыңғы жағына осылай қайшымен кішкене кесіп белгі қойып қоямыз. Сол иіліп тұрған жағы алдына қарай келуі қажет. Так, мына жерде астыңғы тігісті бір-біріне келтіріп инемен қыстырып аламыз. Одан кейін үстіңгі жағына өтеміз. Тура осылай ұстап, үстіңгі жағында бізде белгі болады. Мына осындай белгі. Сол мына тігістен 1 сантиметрге артқы жаққа қарай қоямыз осы тігісті. Осы жерді айналдыра инемен қыстырып аламыз. Сосын 1 сантиметр қашықтықтан тігіп шығатын боламыз. Инемен қыстырған кезде мына секілді болып тұру қажет. Полностью. Енді осыны айналдыра тігіп шығамыз. Жеңін тігіп қойдық, ішін оберлок жасадық. Енді біз етекті қосуымыз қажет. Астыңғы жағын дөйлеп бірінші қосып алдық. Енді бізде осының кішкентай аяқ болып тұрған жағы артқы жаққа тігіледі да, ал мынау үлкен болып тұрған жағы алдына тігіледі. Тура ортасынан мынандай белгі қойып қоямыз. Алдыңғы жақтың да тура ортасына осындай белгі қойып қоямыз. Бірінші белгілерді сәйкестендіреміз. Мынау жан тігісі қазір жан тігісіне келу қажет. Мына ортадағы сызық мына жерге келу қажет. Артқы бойдағы мына сызық мына үшбұрыш астына келу қажет. Енді осылай инемен қыстырамыз да, мына жерге дейін алып келеміз. Жан тігісіне келтіреміз. Мына жердің сборкасын бір тегіс етіп инемен қыстырып шығамыз. Каждый бұрышты осылай сәйкестендіріп инемен қыстырып аламыз. Сосын барып тігеміз. Міне мына жерді каждыйның арақашықтығын осылай инемен қыстырып алдық. Мына жағында сборкаларын келтірдік. Мына жақ алдыңғы жақ бетінде осылай сборкаларын келтіріп инемен қыстырып алдық. Енді айналдыра тігіп аламыз. Міне көйлегіміз осындай өте әдемі болып шықты. Жеңнің аузында узорлары, алдындағы барлығы әдемі, етегі және де астындағы кокеткасы да прям күшті шықты. Формасы, етегінің объемы барлығы міне осындай. Дәл осы көйлектің бір размерлік аласы 1000 теңге, барлық размеріндегі лекаланы 3000 теңгеге ала аласыз. Және менің парақшам сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп алуыңызды ұмытпаңыз.